Ғажайып махаббат. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписаться таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Егер сіз жазылған болсаңыз, онда біз бастадық. Әнші Ерке Есмахан мен Райым ата-ана болуға дайындалып жүр, деп хабарлайды Массагет газет тілшісі. Олар бұл туралы "Бұл махаббат" деп аталатын жаңа бейнебаянында жария етті. Бейнебаян Райым мен Еркенің диалогынан басталады. "Жаным, ұйықтамай не істеп жатсың? Қашан келесің? Болды, шықтым. Студиядан міне. Примерно 10 минутта боламын бұйыртса. Жан, менің донер жегім кеп жатыр. Андай, сырты қытырлайтын. Все, жақсы көрем ғой сені, жаным, сенше. Асар теперечпен." Әрі қарай бейнебаянның сюжеті бойынша Райым мотоцикліне отырып қаладан донер іздей бастайды. Алайда ол барған жердің бәрі жабық болады. Осылайша ол тағы бір жерге келгенде сатушы тапсырыс қабылдамайтынын айтады. Осы кезде Райым полиция қызметкерінің қолынан жаңа ғана піскен донерді көреді. Ол оның қолынан пакетті жұлып алып, қашпақшы болғанда мотоциклімен құлап, полицейлерге ұсталып қалады. Кейін ол полицейдің қызметтік көлігінде айдап кетеді. Еске салайық, бұған дейін танымал әншілер Ерке Есмахан мен Райым бірге ән жазғанын хабарлаған едік. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.